Қалайша Стивен Хокинг осындай күйге түсті. Стивен Хокинг әлемге әйгілі ғалым, астрофизик, тағдыры өте ауыр болды. Оның жағдайы тіпті кино мен Симпсондарда да әзілге айналған. Бір қызығы, ол бұған қарсы болмаған, тіпті кейде ұнатқан. 1963 жылы оған ауыр диагноз қойылады. Бүйірлік амитрофиялық склероз. Бұл емделмейтін ауру денені басқаратын жүйке жасушаларын біртіндеп жояды. Ең қиыны, ми толық жұмыс істей береді. Сен бәрін түсінесің, бәрін білесің, бірақ денең біртіндеп істемей қалады. Көп жағдайда мұндай диагнозбен адамдар бірнеше жыл ғана өмір сүреді. Сондықтан Хокинг алғашында қатты күйзеліске түсті. Бірақ ауру бірден емес, өте баяу дамыды. Алдымен аяқтары әлсіреп, ол балдақпен жүрді. Кейін мүгедектер арбасына отырды. Уақыт өте келе дененің көп бөлігі қозғалмай қалды. Дәрігерлер оның басқалардан ерекше екенін түсінді. Ауру өте баяу жүріп жатты. Бұл оған өмірін жалғастыруға мүмкіндік берді. Кейін ол тек бір қолымен құрылғы басқара алды. Арнайы жүйе арқылы сөздерді таңдап, компьютер оны дауыстап оқитын. Бірақ уақыт өте келе қолы да істемей қалды. Соңында тек бір ғана бұлшық еті жұмыс істеп тұрды. Бетіндегі ұрт бұлшық еті. Технология осыған бейімделді. Ол ұртының қозғалысы арқылы компьютерді басқарды. Бағдарлама тіпті сөздерді өзі болжай бастады. Яғни толық жазудың қажеті болмады. Осылайша ол тағы да 10 жылдан астам өмір сүрді. 2018 жылы оның жүрегі тоқтады. Бірақ ол тарихта ерекше адам болып қалды. Өзінің жағдайына қарамастан ғылыммен айналысуды тоқтатпады. Ол дәлелдеді, адамның мүмкіндігі дене емес, оның ойы анықтайды.